сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Мақпал. Және де достар, бүгінгі видеода өздеріңіз көріп тұрғандай менің мектепке дейінгі влогым деп не сондай мектепке дейінгі уақытымды көрсететін боламын. Және де менің мектептегі почти бір күнім жеке деп болады. Сол үшін сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Жаңа өздеріңіз көргендей бет-қолымды жуып болмай істедім. Енді ары қарай не істейтінімді көргілеріңіз келсе, онда маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал онда біз осы видеомызды бастаймыз. Кеттік! Қазір жинайтын боламыз. Кеттік. Достар, капец шашым деген орыс болып тұр. Короче, қазір мен өздеріңіз көргендей төсекті жинадым. Достар, бірақ мен өзімнің төсегімді жинайын десем, просто біздің райкеміздің төсегіміз бір-бірімізге қосып тұр ғой, типа екі диван демейді, төсек па не дейді. Короче, екі адам жататын сондай да. Сол үшін ол қазір тұрған кезде барып мен жинай аламын. Сол үшін мен қазір тек көрпемді ғана жинаймын. И вот. Кеттік онда. Вот достар, осындай. Пока что біз осындай көрпелерді жамылып жүрміз. Өйткені білмеймін. Пока что біз қатты жаурап атқан жоқпыз вообще. Бірақ жазда вообще жаман ыстық болады. Вот достар, ну почти уже бітті. Қазір энергия қоя саламыз. Келесі ол бізде осы жерді жинау. Бізде достар күнәйір қатты шашып кетті. Нормально, бірақ қазір сіздерге көрсетейін. Өстіп тұр енді еще менікі. Короче, достар, енді бізде кеше мен вообще ұйықта қалдық біз. Шашып, сол үшін жерді енді жинап отырмын. Енді осы жерді бірге жинайық, кеттік. Вот достар ысылай жинап тап-таза етіп тастадым. Достар, қазір біз йога жасаймыз. Йога ол денсаулыққа өте пайдалы. Сол үшін мен күніге осы йоганы жасаймын. Сіздер жасап көріңіздер, енді өздеріңіз біліңіздер. Бірақ мен енді өзім осылай күніге азанда тұрғанда жасаймын. Енді естуім бойынша өте пайдалы екен. Сол үшін бірге жасаймыз.
өздеріңіз көргендей мен йогамды жасап болдым. Шашым вообще өріс болып кетті. Короче, 10-15 жасаймын. Жасаймын дегенде анау мынау қоямын, сосын соларды жеймін. Сөйтіп ары қарай көресіздер. Сондай жүзім жеймін. Бұны қазір жуу керек. Жуып жейтін боламын. Вот достар, мынау вообще камераға орыс болып көрініп тұр почему-то. Вот өздеріңіз көріп тұрғандай мен өйстіп әдемілеп жуып жатырмын. Қараңыздар, өлі қанша жүзім түсіп кеткен. Қазір біз бұны білмеймін қандай ыдысқа саламыз. Достар, мына ыдысқа салайын. Оны қазір мен мусорға лақтырамын. Өйткені бұл кешегі сол бүйткендер сөйтіп тазалап мынаны салатын боламын. Вот достар, мынаны мен әдемілеп тазалап алдым. Менің жүзімім почти дайын. Қараңыздар. Вот так. Неге саламыз. Оны тоже саламыз. Көрсетер ма? Достар, негізі мен қате жасадымшы. Мына жаққа салып сразу төгу керек еді. Крышкасынан шаямыз енді. Вот маған өзіме жетерліктей жүзім. Яғат көп қойған жоқпын, но просто так. Достар, қазір бізде үйде сырлар толып тұр ма? Осылай турап қойыпты. Қазір мен осы жақтағы сырды алып, өзіме күшті бірдеңке жасаймын. Типа, мен қазір өздеріңіз көресіздер, прям күшті нәрсе жасаймын. Осындай бізде нан. Міне достар, өте жұмсақ. Енді осы нанымызға наны сырды үйсіп қоямыз. И шетіне кішкене бүйтіп қойсақ та болады, например. Бұл прям өте күшті болады, там достар, кайф просто. Неға негізі қоймаса да болады, достар. Өздеріңіз біліңіздер. Осылай қоямыз, и енді қазір күшті бірдеңке жасаймыз. Мен салдым мынаны. Қазір біз бұны типа не аламыз, жылытамыз. Достар, ішінде еріп жатыр. Енді осылай күтеміз. Достар, насыр өте тез қатқалады. Күштері мен яқасы қаласын жеймін. Тоже осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді қалады. Ішіп алдым, азанғы таңғы асымды ішіп алдым, и сол жерді жинадым. Қазір енді мен шашымды істеп алатын боламын. Достар, мен кеше шашымды жудым. Вот так. Мен шашымды жуғаннан кейін қалың болып кетеді. Сол үшін беріп алғанмын. Oldu mu?
Қазір енді мен не істеймін, содан бәрі сіздерге көрсететін боламын. Достар, бізде сағат қазір 9:15 сондай кетіп жатыр. Мен қазір орыс тілі курсына дайындаламын. Мен орысша білемін, бірақ орыс тілі курсын оқып, орыс тілім деңгейімді жоғарылатқым келеді. Мен орыс тілін кішкене білемін. Бұрын вообще білмейтінмін, сосын мультиктер анау көріп біліп алғанмын. Қазір енді тоже арқылай жалғастырып, орыс тілі деңгейімді көтергім келеді, сол үшін дайындалып. Осы жерде үйренемін. Бүгін мысалда осылай ең маңызды фразаларды, ең маңызды осыны мен тартылған 250 фраза жинағы дейді. Бүгін осыны орыс тілінің күн аттарын өтеміз. Міне сегодня деген осындай болады. Бұларды көбісін білемін, достар. И вот, и мынақта ертең мысалда немесе мен кешке қарай осыларды өте аламын. 2021-де ашылған бұл, 2021-де. Сол үшін осы 2021-ден 2025-ге дейін жету керек тез. Өйткені бұл жерде өте көп өтілген сабақтар. Сол үшін әлі көп бар. Сол үшін солай өтетін боламыз. Сіздер тоже ұнаса, орыс тілін үйренгіңіз келсе, осы шартқа кірсеңіздер болады. Достар, өкінішке орай мен дайындалып жатқанымды түсіре алмаймын, өйткені мен қазір орыс тілі курсына соған дайындаламын, өзім осы телефонмен, сол себепті маған өзіме керек, сол үшін мен видеоға өкінішке орай түсіре алмаймын. Біткен соң барып түсіре аламын. Короче, мен өздеріңіз көргендей өзімнің орыс тілі курсында болдым. Мен уже примерно жарты сағат қазір не жазғанымды көрсетемін. Достар, вот осындай көбісін яқта мен почти бәрін білемін, достар. Кейбірлерін білемін, кейбірлерін білмеймін, салды. Почти көбісін білемін, наны білмейдім, наны білмеймін, сосын қайсын наны білмеймін. Достар, көбісін білемін, кейбірлерін білмеймін. Аудару сөздері, сөйлемді аудару, жаңа жыл қарсаңында осыларды маған аудару керек болды, и потом мен накануне достар Кырчураян тұрды. Қазір емес, конечно, ол 9:30-да тұрды. Сол үшін солай. Қазір енді мен жаңағы төсектерімізді жинаймыз. Бағана мен азанда айтып едім ғой, төсектерді жинай алмаймыз, өйткені райықтап жатыр деп. Вот ол 9:30-да тұрды. Жинайтын боламын. Бізде қазір сағат 12:50 сондай кетіп жатыр. Сол үшін қазір мен мектепке дайындаламын. Мен шашымды істеп қойғам уже. Вот. Яқта жаман бұл көрініп тұр ма, бірнеге былайынан істеп так. Қазір енді мен киініп дайындалатын боламын. Достар, менде осындай обычно атласовый юбка, осыны қазір киіп аламын. Достар, сосын осындай футболка, футболка міне дейді. Осыны қазір киіп алатын боламыз. Вот достар, киініп алдым, мен атласовый юбкамды да тоже киіп міне. Вот. Достар, бізде далада жел болып жатыр. Бізде екінші білмеймін, ең соңғы сабақташы, білмеймін енді анақта қай сабақ екен. Короче, қазір енді мен үстіме жүргенімді салып алдым. Қара бомбер, сол үшін солай. Әрине,